Қайырлы күн достар, бүгін осындай жұмсақ көтерілген пирожки жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. 250 мл жылы суды алып, оған 2 шай қасық дрожж саламыз. Және де 2 ас қасықпен қант саламыз. Тұз саламыз. Және де барлығын әдемілеп араластырамыз. Сөйтіп бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Салмасына картошкамызды алып, оған тұз салып, ыстық су құйып, барлығын қайнатамыз. Картошкамыз піскенше. Әрі қарай тестімізді әзірлейтін боламыз. Ұнымызды салып, жақсылап илейміз. Бір үлкен қасық сұйық майды құйып, жақсылап илейміз. Салмамызға бір жуаны қуырып аламыз. Осы кезде біздің картошкамызды уже пісіп, дайын болып тұрады. Оны езіп, кішкене сүт құйып жібереміз. Араластырамыз. Жаңағы жуамызды алып келіп саламыз, және де қара бұрыштан көз мөлшермен салып, тағы да араластыратын боламыз. Пирожкидің ішіне салатын салмамыз бізде дайын болды. Қамырымызды 1,5-2 сағатқа қойып қойдық. Ол көтеріліп, әдемі болды. Енді осындай бөліктерге бөліп, жайып, ішіне салмасын салып орайтын боламыз. Дайын болған пирожкиларымызды қызып тұрған майға осылайынан 2 жағын пісіріп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, көтерілген, дәмді пирожкиларымыз дайын болды. Алдағы уақытта түрлі рецепттер салатын болам. Каналға тіркеле кетіңіздер.